Бізге асырап алынған балаларға өмірлік тәжірибемізбен бөлісуге мүмкіндік бермейді. Тыныш, сабаңа түс, бұл туралы айтпа деп бас тастайды. Маған да талай солай айтқан. Біздің жан айқайымызды бәрі естісін, үнімізге құлақ түрсін. Мен сіздерге сондай ризамын. Менің даусымды естігендеріңіз үшін, тыңдағандарыңыз үшін, асырап алынған балаларға осындай платформа бергендеріңіз үшін көп рахмет. Біз ата-анамыздан айырылдық, мәдениетімізден ажырадық, тілімізді ұмыттық. Біз құрбандыққа шалынған балалармыз. Біз бәрін жоғалтқанбыз. Және осы жоғалтқандарымыз туралы айту мүмкіндігінен де шектелген жандармыз. You ask questions, it means the world to me, and I'm so immensely grateful for it. So thank you so much. Was teachers. Сен неге ата-анаңа ұқсамайсың дегенді көп естідім. Мұғалімдерден де, оқушылардан да. Себебін білген соң, ой-бой кешір дейтін. Аяп тұрғандары бірден білінетін. Жұмыста да кейде сен қай жақтансың деп сұрап жатады. Неден, қайдан бастарымды білмей абдырап қалам. Бұл елге қалай тап болғанымды айта алмай қиналам. Маған о сенің жолың бопты дейді. Олардың орнында болсам, асырап алынған балаға ешқашан бұлай айтпас едім. Бұл бізге деген құрметсіздік. Жетім қалған балаға анасы бас тартқан, жақыны керек етпеген балаға қалайша сенің жолың болғыш екен деп айтады. Жетім деп ата-анасы өлген баланы айтады. Сонда әке шешесіз қалған мен жол болғыш адаммын ба? Жетім қалған сәбилерден гөрі шетелдік бала асырап алушылардың мүддесі маңыздырақ. Әр асырап алынған баланың туған ата-анасынан, елінен, жерінен, тілінен, төл мәдениеті мен тарихынан ажыратылып жатқанын ешкім ойламайды. Жаңа туған нәресте үшін ана сүтінің, ана жылуының қаншалықты маңызды екенін білеміз. Сәбиден осының бәрін жұлып ап, мұхиттың ар жағына, туған ата-анасы сияқты емірене алмайтын адамдарға жібереді. Мысалы, мені 4 жасымда ғана асырап алды. 4 жасқа дейін мен жетім болдым. Ана сүтін ембедім. Мені еміреніп ешкім иіскемеді. Жылағанда жұбатпады, құшағына баспады, маңдайымнан сүймеді. Осының бәрінің салдары бар. Әлі күнге залалын тартып келем. Бірінші кезекке баланың мүддесі тұру керек. Жүйені өзгерту керек. Менің туған анам да қиналған шығар. Қолдайтын ешкім болмаған шығар. Соның азабын мен тарттым. Ересектер жауапкершіліктен қашқан соң ауыртпалықты біз көтереміз. Біз тағдыр өткеліне тасталған балалар жан азабын бастан кешеміз. Бұған төзу кейде мүмкін емес те көрінеді. Сен асырап алғанына қуан. Америка сияқты мықты елде өмір сүріп жатырсың. Қазақстанда балалар үйінде қалсаң, тағдырым не болар еді деген тұманның құрсауынан босадым мен. Қазақтармен қауышқалы бері тамырыма қайта жалғанып жатырмын. Қазақ тілін үйрене бастағалы, қазақ мәдениетіне араласа бастағалы, мен өзімнің бай тарихыммен мақтанатын болдым. Өзімнің діңгегіме оралғаныма қатты қуанам. Адам баласы өзінің тарихынан, мәдениетінен, дәстүрінен, тамырынан ажырамауы керек. Адам өзінің тамырына жалғану арқылы мықты бола түседі екен. Күндердің бір күнінде туған ата-анамды да табатын шығармын. Соған күш-қуатым жетсе екен. Қазақстанда қалған еш жақынын іздеп жүрген басқа да балаларға көмектескім келеді. Осы ой, осы жол маған қанат бітіреді. Өмірімді мәңге толтырады. Өзім сияқты қазақ балалармен араласа бастағаным жан әлемім деп айтты. Олар да менің өміріме мән дарытты. Қазақ тілін қатты білгім келеді. Қазақтармен қазақша сөйлессем ғой шіркін. Біздің арамыздағы тілдік бөгет бұзылса, нағыз қазақ болар едім. Біз шетелдегі қазақ балалары өзіміздің қазақ екенімізді мақтан тұтамыз. Американдық болсақ та, біздің қазақ екенімізді ешкім жоққа шығара алмайды. Тарихымызды, мәдениетімізді құрметтейміз. Сіздерден бөлекпіз, бірақ біз де қазақпыз. Қазақстан мен үшін ерік-жігері мықты ел, дәстүрді қастерлейтін ел. Қазақ екенін мақтан тұтатын қасиет біздің қанымызбен берілгенін сезінемін. Кішкентай кезімде сұрақтарым көп болды. Өкініш, кінәлау көп болды. Ашу-ызаға булықтым. Бірақ туған анам Гүлжан мен әкем Нұрсұлтан жайында басқа туыстарым туралы да жаман ойлаған жоқпын. Оларды жамандыққа қимаймын. Мен өмірге қатты өкпелі болдым. Өзім таңдамаған өмірді сүруге мәжбүр болғаныма қапаландым. Қазір ересек адам ретінде айтарым, әйтеуір бір жерде сендер бар болсаңдар, тірі болсаңдар, біліңдер, мен сендерді жақсы көрем. Өткен шақта маған қатысты қандай шешім қабылдасаңдар да,
Мен сендерді жақсы көрем. Қазір қандай адам болсаңдар да, мен сендерді жақсы көрем. Сендердің қабылдаған шешімдеріңді құрметтеймін. Қабылдаймын мен де. Ал егер сендер мені жоғалтып алсаңдар, мені іздеп жүрсеңдер, мен осындамын. Бірақ бәрі мен ойлағандай болмаса, өткенді ұмытып, менсіз өмір сүргілерің келсе, мен бір ашылмау керек құпия болсам, естеріне алғыларың келмейтін өкініш болсам, мен қателік болсам, бұны да қабылдаймын. Шешімдеріңді құрметтеймін. Мен тек қана өзім жайлы көбірек білгім келеді. Кім екенін анықтауға талпынбаған адам ретінде қартайғым келмейді. Біз бір-ақ рет өмір сүреміз. Менің сенімім бойынша өмірге бір-ақ рет келеміз. Күндердің бір күнінде сендер де, мен де жоғаламыз жер бетінен. Сондықтан ешқандай әрекет жасамай өліп кеткім келмейді. Мен бұлай өмір сүруге келісе алмаймын. Сендер де менің шешіміме түсіністікпен қарайсыңдар деп үміттенем. So much love.